Баршаға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгін клиенттің сұрауы бойынша машинасын выездға шығып қарап кететін боламыз. Nexia автокөлігі моторын жинап шыққаннан кейін, сальниктерін ауыстырғаннан кейін машина оталмай қалды дейді. 8 клапанды Nexia дейді, келісіп жалпы қазір баратын болдым. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Достар, осы айдың соңына дейін 4000 подписчик жинағым келіп тұр. Сол саған көмектесіп, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, баршаға рахмет. Ал біз болсақ, бастаймыз. Орал қаласының көшелерінің бірі. Қазір біздер филармония жаққа бару керекпіз. Жалпы бүгін Оралда күн суықтап кетті. Оралдың мешіті. Айтылған жерге келдік, филармониялық бізге. Ассалаумалейкум. Осы сейсің бе? Жоқ, маған машина қарау келді деген, Nexia электрик. Кім? Сен. Кіре ғой, ана ашып тұрған. Иә. Машина сіздікі ма? Жоқ. Астық үрдік ма? Пивасыныкі. Так, сіз білмейсіздер машина не жиналған, жиналмаған, не істелінген? Мотор түсіртті. Сальниктен сосын тағы бір жерде. Астықты сальниктерінде. Ашқан жоқ вообще моторды. Так, мынаны не қозғалтар екен, Зажигание ештеңе қозғалған жоқ па, білмейсіз? Қуып тұр, бензин келмей тұрды, енді бензин келіп тұр дейді. Бензин келіп тұр дейді. Искра жоқ. Искра жоқ, да? Сонымен достар, Nexia автокөлігіне барып қарадық. Бірден көзіме түскен нәрсесі, трамблердің астында коммутатор, жалпы датчик холл, сол трамблердің ішінде оларда. Бірден көзіме түсті, оған келіп тұратын штекер, питание штекері тартылып тұрды, тартылып кәміз. Көбінесе қателеседі, негізі датчик температура мен сол трамблерға келетін штекер екеуі бірдей, екеуі бірінің орнына келе береді. Енді ана тартылып тұрғасын, оны кім істеп, мен бірден түсіндім. Қарадым, питание вообще мүлдем басқа нәрсе келіп тұр. Ал датчик температураға келіп тұрған штекер, қарасам плюстік питание келіп тұр екен соған. Орындарын ауыстырдым. Орындарын ауыстырғаннан кейін машина бірден оталған жоқ. Мына штекер. Иә. Мына штекер. Ол дейтін температурныкі. Блокта тұр ғой? Иә. Осы мен мына екі штекер, екеуі бірдей, да? Бірдей. Мен де сөкешіп ойлап тұрдым, біләсі қызыл провод осыған келмейме екен дейді. Мына штекермен, кешемес. мына штекер, потому что мен келгенде сразу байқадым, потому что провод никогда тартылып тұрмайды, тартылып тұраны дейтін, маған дейтін. Тартып тұрғасын ол, свободный болды. Менікі. Бар. Стоп. Зажигание ранее. Что-то зажигание не то, да? Как будто зажигание болған сияқты меніңше. Зажигание болып көрінді. Тоғысы келеді, бірақ ауаны сыртқа қарай теуіп тұр. Воздуханнан сыртқа қарай теуіп тұр. Бірден түсіндім, зажигание дұрыс емес сияқты деп. Зажиганиесінің меткаларын қарадым. Зажигание меткалары келіп тұр. Сөйтіп, свечаларды тазартатын болдым. Міне бірталай қуып, свечаларды құйып тадық. Свечаларын тазарттым да, кері орындарына салып қарасам, трамблерден шығып тұратын проводтар бар ғой, әр свечаға киілетін проводтар. Сол проводтар 3 пен 4-тің орны ауысып кеткен екен. 3 пен 4-тің орны ауысып кеткен екен. Орындарына салдым, свечаларын тазартып орындарына салып, өзінің проводтарын, әр проводты өзінің орнына салғаннан кейін бар, машина бірден оталып кетті. Büyütseydi de
алып кетіп машинаңды үйге күйеуге. Күйеу бала ма? Күйеуге. В общем, болды ғой, мен жұмысым бітті ғой. Иә, осы. Рахмат. Мына кілтті алдым, тек Телефон жазып қалу керек болды ғой. Біздің осында болады выезда. Осында көп болады. болды. Осымен осылай жұмыс Nexia автокөлігі оталды. Клиенттің өзі риза болып қалды. Видеоны соңына дейін көріп болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Баршаға рахмет.